Келесі тапсырма 9-шы слайдтан 15-шы слайдқа дейін жануарлардың немен қоректенетіні туралы тапсырма берілген. Бұл тапсырманы орындату барысында педагог баладан сұрайды. Балықты не жейді? Балықты мысық жейді. Бала дұрыс жауап берген жағдайда педагог балаға балыққа басуды сұрайды. Міне, балыққа басқанда дұрыс жауабы шығады. Балықты мысық жейді. Келесі, жаңғақты не жейді? Жаңғақты тиін жейді. Келесі жануарға көшу үшін мынау дөңгелек құрылғының ортасындағы домалаққа басамыз. Бұл не? Бұл маса. Масаны не жейді? Масаны бақа жейді. Тағы да міне ортадағы құрылғыға басамыз. Бұл не? Бұл сәбіз. Сәбізді не жейді? Сәбізді қоян жейді. Бұл не? Бұл сүйек. Сүйекті не жейді? Сүйекті күшік жейді. Бұл не? Бұл ірімшік. Ірімшікті не жейді? Ірімшікті тышқан жейді.